Бәріңе сәлем. Соңғы кездерде байқағандарындай менің каналымда видеолар өте аз шығатын болған. Мысалы, осы жылы мен тек 2 қана видео шығарған болатынмын. Бұл неге деп ойласаңдар, кейбіреуің ойлауы мүмкін мен уже ерініп видео түсірмей кеттім деп. Бірақ негізі оның өзіндік причинасы бар. Оның причинасы мен қазақша ютубтан кетіп, ағылшынша видео түсіріп жүрдім. Бұның барлығы бекер емес, себебі көбісі айтады, ағылшынша ютуб деген ең көп төлейтін орта дейді. Бұны мен ютубтан көрдім, тиктоктан көрдім, көп адамдар айтады. Мысалы, қазақша ютубта 1000 просмотрға теңгемен санағанда 250 теңгедей төлейтін болса, немесе 0,100-ден 50 доллар төлесе, то ағылшыншада уже 5 долларға дейін төлейді, яғни 2500 теңге. Бұл дегеніміз, егерде крупный просмотр болса, крупный сумма әкеледі деген сөз. Бірақ бұл шын ба? Егер шын болса, оны қалай істейміз? Соны как положено осы видеода түсіндіремін. Және соңында, как обычно, бәріне ұнайтын қанша доход тапқанды айтамын. Ал енді видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Барлығын біз мынадан бастаймыз. Ең соңғы менің нормальный расписаниемен шыққан видеом ол мен официант болып қанша ақша таптым деген видео. Бұл 12 мартта шыққан болатын. Ал одан кейін уже 1 жылдың ішінде мен 2 видео түсірдім. Где-то декабрьдің басында менің басыма осы қазақша ютубтан неге мен табыс таппаймын деген сұрақ келді. Қаншама қиналсам да, қаншама видео түсірсем де, уже менде вообще мотивация болмады, себебі ақша дейтін по-любому өздерің білетіндей ең керек зат. Егер де сен бірдеңке істеп жүріп, ол табыс әкелмесе, ол қаншалықты сенің любимый делаң болсын, бәрібір де бір күні ол саған қызықсыз болып кетеді. Себебі мысалы маған любимый деламды жалғастыру үшін маған YouTube түсіру керек, еще тағы да басқа өмір сүру үшін ақша табу керек. Бұл біріншіден отвлекать етеді, екіншіден смысл жоқ. Тем более өздерің білетіндей мен қазір бұрынғыдай 16 жастағы подросток емеспін. Бессмысленный заттармен айналысатын болсам, ол маған минусқа кетеді. Сол үшін мен сол кезде өзімнің ұнатып жүрген затымнан ақша табамын деп шештім. Сөйтіп 2022 жылдың желтоқсанның соңғы күндеріне қарай мен YouTube'тан новый канал ашамын. Бұл каналдың атын мен кейбір причинаға байланысты айтпаймын. Бірақ та бұл каналдың ашылған уақытында мен ачықта Каспий енді ыңғайлы болды деген видеоны ғана салған болатынмын. То есть мен сол кезде ойладым, егерде осы каналды мен жүргізетін болсам, тағы да ачықты бірге қатар алып жүремін деп. Сөйтіп бұл YouTube канал менің жеңіл-желпі контентте болды. Бұл жерге мен тек қана Reddit-тан историяларды алдым да, оны искусственный интеллектпен озвучка жасатып, одан кейін барып YouTube-қа монтажбен, өтірік монтажбен яғни салдым. Соңында менде жай ғана просто Reddit-тағы историялар, сосын оның фонында геймплей ғана болды. Как обычно ачыққа қалай түсіремін, солай сияқты болды, тек қана искусственный интеллекттің даусымен. Сөйтіп бұл каналға мен күніге видео салып тұрдым, яғни каждый видео салған сайын ачыққа менің уже желанием қайта бастады. Ақырындап сала бастаған сайын каналда просмотрларда көбейді. Ең алғашқы видео 1200 просмотр жинады, және де мен сол кезде қатты шокта болдым. Себебі 0-дан бастаған каналым 1200 просмотр жинаса, мен уже 3 жыл жүргізіп келе жатқан ачық деген каналымның ең жаман видеосы 1200 просмотрды жинайды. Үйті оның өзінде әрең жинайтын еді. Ал ең нормальный видеоларым ачықта 4000 просмотр жинаған болатын, сондықтан да бұл өте удивительный зат болды. Менің бұл кездегі планым бойынша ачыққа мен нормальный видео түсіріп жүре беремін пока что, бірақ та аптасына 1 рет видео салып тұрамын. Яғни бәрі как обычно. Ал ағылшынша каналыма уже күніне 1 видеодан саламын, бірақ та егер монетизацияға жеткен болса, онда мен бұл каналдан табыс тауып жүремін. Кейін ачыққа да, ағылшынша каналға да видео салып жүрген кезде, ачықтың просмотрлары ана каналдан аз болғаны мені таңғалдырды. Мысалы мен ачықта күнне 4000-5000 просмотр жинаған кезде уже ана каналда 150.000-200.000 просмотрды жинап жүрдім. Әрине ағылшынша ютубта аудитория лояльный емес. Егерде мен қазақша ютубта 1 айдай немесе даже 1 жылдай видео салмай кетіп видео сала салсам, мұнда маған просмотрым қайтып келеді. Ал ағылшынша ютубта олай болмайды. Сөйтіп біраз уақыт өтті, мен монетизацияның парогын орындадым. Және де просмотр 48 сағаттың ішінде 20.000, 30.000, даже 40.000 просмотрға дейін барды. Бұл дегеніміз айына уже 300.000-400.000 просмотр деген сөз. Ал егерде дұрыс подсчетпен есептейтін болсам, бұндай просмотрмен мен 2000 доллардай табатын едім, яғни ол 1 миллион теңгедей болып шығады. Сөйтіп монетизацияның уақыты келген кезде мен ютубқа заявка тастаймын. 1 күн күттім, 2 күн күттім, даже 1 апта күттім. Бұндай күту менде вообще болмады. Даже ачықтың өзінде 1 күннің ішінде монетизация қосылған болатын. Сөйтіп 1 аптадан кейін жауабы келді. Бірақ та 1 апта күткенім бекер болмай шықты. Себебі маған ол кезде ютубтан отказ келді. YouTube модераторлардың айтуы бойынша бұл повторяющийся контент, яғни бір нәрсе қайталана береді, бұл монетизацияға келмейді деді. Сол кезде мен кәдімгідей депрессияға түсіп кеттім, себебі ойлаңдар, видео салып жүресің, бірақ та саған отказ келеді. Еще просмотрың сенің бешеный, 300.000-400.000 просмотр 1 айда. Еще бұл каналға тек қана 2 ай ғана болды. Короче, бұл каналға вообще үміт болмады, сондықтан да тастай салу керек болды. Мен солай істедім. Өздерің алда көретіндей, ағылшынша ютубтан шынымен де ақша табуға болады, бірақ бұл өте ұзақ және қиын жұмысты талап етеді. Сол үшін менде сендерге оңайырақ жолмен ақша табудың
табудың способы бар. Бұл экономикалық пайдаға инвестиция жасау арқылы. Яғни түсініктірек айтсам, сендер Roborock компаниясынан робот-пылесосты онлайн арендаға алу арқылы ақша таба аласыңдар. Бұл сен арендаға алған робот-пылесосты сосын компания аэропорт, отель, торговый центр сияқты адамдар көп жүретін жерлерге қойып қояды. Сосын ол пылесос қоршаған ортаға пайда әкелген сайын сізге күніге ақша түсіп тұрады. Осылай ақша табу үшін сендерге описаниядағы ссылка арқылы мына Roborock компаниясының онлайн платформасына кіріп, номеріңізді және де пароліңізді 2 рет жазып регистрация жасау керек. Платформаға кіргеннен кейін сізге бастапқы валюта ретінде 300 теңге береді подарочный. Басты бетте Roborock компаниясының робот-пылесостарын 100 күнге арендаға алуға болады. Ең арзаны 5000 теңгеден басталса, ең қымбаты 1 000 000 теңгеге дейін барады. Әрине, арендасы бағасы қымбат болған сайын, олардың күнделікті пайдасы да жоғары болады. Мысалы, қазір мен ең арзан пылесосты сатып алып, сендерге көрсетемін. Сатып алу үшін ең бірінші біз басты беттегі толтыру деген кнопканы басамыз. Одан кейін мына жерде біз өзіміздің суммамызды таңдаймыз. Мысалы, менің роботым 5000 теңге тұрғанда мен 5000 теңгені таңдаймын. Таңдап біткеннен кейін InPay деген кнопканы басамын. Бірер загрузкадан кейін мына жерде сізге қай банк карточкасына ақша жіберу керек екені жазылып тұрады. Осы карточканы егерде мына жерде Береке банк деп тұр екен, егерде сізде Береке банк болса, онда без комиссия ақша аудара аласыз. Ал егерде сіз Каспиден аударатын болсаңыз, 200 теңге комиссия болады. Ақшаны аударғаннан кейін сіз Каспидегі немесе басқа банктегі квитанцияның чегін скрин жасап жіберу керексіз. Бірақ та Каспиде скрин жасалмағандықтан сіз жай ғана Каспиде PDF форматпен өзіңіздің чегіңізді скачать етіп аласыз да, одан кейін соны скрин жасап жіберсеңіз болады. Скринді алып сіз выберите файл деген жерге қоясыз, одан кейін жүктеуді растау деген батырманы басасыз. Осы процесстерден кейін сіздің шотыңызға 5000 теңге түседі, және де мына подарочный 300 теңгемен қосқанда 5300 теңге болады. Осы ақшаға сіз уже сатып ала аласыз. Мысалы, қазір мен Roborock Q5 деген роботты 5000 теңгеге сатып аламын. Ол үшін толығырақ деген кнопканы басамын. Одан кейін қазір сатып алу дегенді басамын. Ары қарай сізде робот-пылесос профиліңізде осылай сақталып тұрады. Бұл күніне сізге 330 теңгеден алып келіп отырады. Яғни бұдан сіз 16 күннің ішінде 5000 теңгеңізді шығарып ала аласыз. Содан кейін бүкіл процесс біткеннен кейін сіз ақшаны снимать етіп ала аласыз. Ол үшін жай ғана басты бетте ақшаны алу дегенді басасыз да, мына жерге өзіңіздің суммаңызды жазасыз. Ең минимальный сумма бұл жерде 500 теңге. Сосын астында банкыңызды таңдаңыз дегенді басып, одан кейін қосу дегенді басасыз. Бұл жерге сіз өзіңіздің банк карточкаңыздың информациясын енгізесіз, одан кейін қосу деп басасыз. Содан кейін бүкіл тапқан табысыңыз сіздің шотыңызға ақша болып түседі. Сосын егерде көмектер керек болып жатса, қолдау деген батырман басқаннан кейін сізге арнайы чаттар беріледі. Бұл жерде Roborock компаниясының Telegram парақшасы және де чаты, одан кейін менеджерлер отырады. Сол менеджерлер сіздің сұрақтарыңызға жауап береді. Roborock компаниясының платформасына ссылка описанияда, ал енді біз видеоны жалғастырайық. Келесі менің шагым, әрине мен вообще YouTubeқа видео түсіргім келмеді. Ол ачыққа болсын, даже английский YouTubeқа болсын. Сондықтан да мен 2 каналды тастадым да, просто 3 күндей депрессияда болдым. Себебі өздерің білесіңдер қаншалықты қиналасың, бірақ соңында егерде бұл қиналғаныңның результаты шықпаса, онда сен кәдімгідей настроениең болмайды. Солай 3 күннен кейін маған тағы бір идея келді. Бұл идея бойынша осы қателігімді түсініп мен басқаша канал ашамын. Және де бұл каналда YouTube'ты кішкене повторяющийся контентке ұқсатпай, өзім жасап жатқандай қылып істедім. Бұл жолы каналым уже BMG Drive деген ойын туралы болды, яғни детский контент. Бұл жерге де видеоны просто біреудің видеосын алып ұрлап, соны просто монтажбен реверсировать етіп, солай салып жүрдім. Просмотр да жақсы болды. Бір видеоларым 10 000 просмотр жинаса, біреу 15 000, біреу может быть 2 000 даже жиналып қалады. Бірақ та в целом результат болды. Сөйтіп бұның да монетизация қосатын уақыты келді. Бұл каналға мен монетизацияны ұзақ күткен жоқпын, себебі монетизация қосатын кезде каналды как положено, шын, серьезно айналысып жүрген адам сияқты оформление жасадым описаниясына. Как будто мен осы видеоға монтажға көп уақыт құртатын сияқты қылып көрсеттім, чтобы модераторлар бәрін көру үшін. Монетизацияға заявка тастайтын кнопканы баспай тұрып, менде кәдімгідей паранойя болды. Каналды примерно 10 рет тексеріп шықтым да, одан кейін барып бастым. И осыдан кейін о чудо, каналға монетизация қосты. Бірақ та менің қуанышым ұзаққа созылған жоқ, себебі бұл каналды мен жүргізіп жүрген кезде монетизацияны қайттан өшіріп тастады, себебі YouTube білет, бұл да повторяющийся контент екен. Бірақ та бір айдың ішінде мен қиналмай түсіріп жүріп нормальный доход таптым. Оны мен видеоның соңғы жағында айтамын.
Келесі каналды мен уже уверенно аштым. Сонда да бірақ мен каналға ниша табудан қиналып кеттім. 2-3 күн бойы іздедім. Және ол уақытта 2023-тің примерно орта жағы болатын, сондықтан да саморазвитие деген темалар өте қатты популярны болды. Әрине мен сол туралы канал аштым, бірақ 3 видео түсіргеннен кейін ол каналды тастап кеттім, себебі маған қызықсыз болып кетті. Және қызықсыз болып кету бір ғана причина емес, мен бұдан да басқа причиналарды таптым. Мысалы, ол кезде искусственный интеллект өте қатты популярны болды. ChatGPT енді шығып жатты, және де басқа да компаниялар өзінің искусственный интеллекттерін ұсынып жатқан болатын. Әрине бұны да мен ұстап алғым келді, сондықтан да искусственный интеллект туралы канал аштымда бір видео түсірдім. Бірінші видео онша көп просмотр жинаған жоқ, сондықтан да мен екінші видеоға кірістім. Бірақ осы жолы мен басқа каналдарға қарағанда ачикті тастап, серьезно кірісіп кеткен болатынмын. Солай үшінші видеом уже 50 000 просмотр жинады. Осы арқылы мен монетизацияны қосып, сразу доход таба бастадым. Үшінші видео 50 000 просмотрға атқаннан кейін, төртінші видео егер шатаспасам уже 30 000 просмотрға атты. Бұл 30 000 просмотр уже монетизация қосылғаннан кейін болды. Және де бұл маған өте көп вдохновение алып келді да, мен 5-ші видеоны түсірейін деп жатырған болатынмын. Бірақ түсіріп болғаннан кейін өкінішке орай бұл видеом вообще почти нормальный просмотр жинаған жоқ. Максимально там 600 ғана просмотр жинады. Сонда да мен ешқандай мойыған жоқпын, до конца жалғастырамын деп шештім. Сөйтіп 14-ші видеоға дейін түсіріп тастадым. Бірақ та ешқандай видео менің просмотр нормальный жинаған жоқ. Максимально ең көп нормальный просмотр жинаған видео ол 2000 просмотр болды сол кезде. Осы кезде менің уже настроением түсіп бастады. Искусственный интеллекттің тренді бітті деп ойладым. Сөйтіп каналды тастап кеттім. Осы каналдан кейін мен тағы бір канал аштым, және де бұл каналдарды жүргізіп келе жатқаныма мен уже 1 жылдай болды. Әлі көп просмотр жинаған жоқпын, бірақ та до конца жалғастырып келе жатырмын. Текущий каналды өкінішке орай сендерге айтпаймын. Оның причинасы, егер де ол каналға сендер қазір кіріп, видеоларын көретін болсаңдар, аналитикасын бәрін қазақшаға аударып тастайсыңдар. Ал бұл маған невыгодно. В общем, бұл каналға әлі монетизация қосқан жоқпын, бірақ та әлі түсіріп келе жатырмын. Осының барлығы менің ачиктағы видео түсірмеуіме причина болды, немесе ачиктағы монтаждың слабый болуына причина болды. Өздерің байқағандай, даже мен видеоның өзін және де осының алдындағы 2 видеоны сценарийсіз түсірген болатынмын. Себебі ачикқа сценарий жазудың да керек жоқ, мен қазақша нормально сөйлеймін. Ал ана каналдарға уже сценарий жазу керек, себебі ағылшынша видео түсіру үшін де сценарий керек болады. Негізі мен шынымды айтайын, осы 1,5-2 жылдың ішінде түсірген 4 каналымның нишаларынан басқа да нишаларды таңдағым келді. Мысалы, оның ішінде тура осы ачик сияқты өзім туралы түсіру және де техноблогерство, бірақ та ағылшынша каналда. Өйткені басында айтқанымдай, ағылшынша каналдарда просмотр көбірек және де доход та көбірек болады. Енді бірақ та мына барлық айтқанымнан кейін сендер сенбеулерің мүмкін, және де бостан босқа өтірік херняны айтып жатыр деп ойлайтын шығарсыңдар. Бірақ та шынымен де мен бұл каналдардан доход таптым, және де каждый каналым где-то 1500-2000 подписчикқа дейін уже 3 айда, 4 айда, немесе даже 1 айдың ішінде жеткізген кездерім болды. Ал ачикта мен есімде 1 жылдың ішінде әрең дегенде монетизацияны қосқан болатынмын. В общем, енді менің келесі айтатыным, бұдан мен қанша ақша таптым, және де саған бұны істеуге кеңес беремін ба? Біріншіден ақша жағын айтсам, мен нормальный ақша таптым, ачиктен қарағанда әрине. Бірақ бұл английский YouTube үшін өте аз, және де бұл мені қатты қанағаттандырған жоқ, шынымды айтсам. Егер де общий санайтын болсақ, осы 4 канал және де қазіргі действующий каналымды қосқанда, бұл біріншіден менің детский каналымнан, екіншіден менің искусственный интеллект туралы каналымнан. Қалғандары либо монетизация қосылмай қалды, либо мен каналды ертерек тастап кеткен болатынмын. Короче, ең басындағы детский каналдан мен где-то 400 000 просмотр жинадым да $400 алдым. Оны негізі мен сендерге аналитикадан доказать етіп көрсеткім келеді, бірақ та мен ол каналды полностью видеоларын удалить етіп, каналдың барлығын удалить етіп, новый аккаунтпен канал создавать етіп, одан кейін саморазвитие туралы 3 видео салған болатынмын. Сосын ол каналға мен искусственный интеллект туралы түсіріп кеттім, в общем бәрі каша болып кетті. Бірақ сенулерің, сенбеулерің өздеріңнің еріктеріңде, мен лично шынымен айта аламын $400 таптым деп. Және өздерің білетіндеріндей, мен старый видеоларымда вообще алдамайтынды көрсеткен болатынмын. И то $400 деген ағылшынша YouTube үшін өте аз сумма, тем более 1 жылдың ішінде. Ал келесі доходымды мен уже искусственный интеллект туралы каналымнан таптым. Бұл каналда мен $60 ғана таптым. Және бұның барлығы 28600 просмотрға ғана. Яғни бір видеом атып кеткен, сол видеодан кейін уже $60 түсті. Болды в принципе. Басқа менің доходым болмады. Барлығы общий $460 ғана болды 1 жылдың ішінде. Бұны мен не айтқым келді деп ойласаңдар, может айтулар мүмкін, лох 1 жылдың ішінде $460 тапқан, $460 деген $250,000 теңге, анау мынау деп. Мен сендерге
айтайын, мен ачыкта 2 жылдың ішінде 415 доллар тапқан болатын. Бұл 915 мың просмотрға. Бұл дегеніміз менің лох дегенімді білдірмейді. Ағылшынша YouTube просто қазақша YouTube'дан көп төлейді деп айтқым келді. Серьезно, бағана искусственный интеллект туралы каналда көрсеткенімдей, маған 28 мың просмотрға 63 доллар берсе, яғни 1000 просмотрға 2-2,5 доллардан берді деген сөз. Бұл өте жақсы, себебі қазақша YouTube'да көбінесе 0,120 немесе 0,150, максимально мен сияқты техноблогерлер 0,170 доллар ғана алады. Өздерің білесіңдер, қазақша YouTube'да көбінесе кино, let's play, сондай жанрда ғана видеолар көп таралған. Бұлар в основном менің білуімше 0,120 доллар ғана алады. Себебі YouTube let's play нишаға өте аз төлейді. Енді надеюсь сен түсіндің деп ойлаймын. Ары қарай менің айтқым келгені, бұл саған жарай ма? Негізі любой істі үйреніп алсаң, барлығы оңай, және де 460 доллар емес, нормальный доход табуға болады. Егер де сен ұзақ уақыт айналысатын болсаң, мен жай ғана бұл каналдарды 3 ай, 4 ай айналысып тастап кеткендіктен осындай табыс шығып тұр. Енді қиындықтарын айтайын. Қазақша YouTube'пен салыстырғанда ағылшынша YouTube'да өте көп қиындықтар бар. Көбінесе мен тек қана өзімнің опытым жайлы айтамын. Мысалы, мен ең бірінші каналды ашқан кезде байқағаным, ағылшынша YouTube монетизацияға және де правилаға өте көп қарайды. Мысалы, мен қазақша YouTube'да қазір боқтайтын болсам, маған ешкім ештеңе демейді. Себебі YouTube'тың модераторлары қазақша түсінбейтінін өздеріңде білесіңдер. Хоть мен бәріңе сәлем десем де, хоть боқтасам да, оларға екеуінің разницасы жоқ. Ал егер де ағылшынша YouTube'да просто обычный факт деген сөзді айтатын болсаң, ол сөздің өзі боқтау болып саналады. Және де бұл сөз үшін де саған монетизация қоспауы мүмкін, немесе егер де қосылып тұрса, монетизацияңды өшіріп тастайды. Екінші қиындығы, YouTube'да негізі детский контент онша өтпейді, және де бұл жай ғана временный зат. Мысалы, мен BMG Drive туралы түсіріп жүрген кезде скибиди туалеттер туралы видеолар өте қатты танымал болды. Және де каждый осы скибиди туалетті түсірген адамға нормальный просмотр жинауға болатын еді. Бірақ та уақыт өте келе байқадық, қазір скибиди туалет туралы видео түсіретін болсаң, мысалы, просмотр вообще жүрмейді. Ал егер де сен 1 жыл бұрын скибиди туалеттер туралы түсіріп, қазір вообще басқаша, бірақ та детский контент түсіретін болсаң, YouTube ол видеоны ешкімге рекомендовать етпейді, себебі ол уже болды. Және де в конце бәрібір каналың сенің өледі. В общем, детский контент деген негізі временный зат, егер де сен серьезно айналыспайтын болсаң. Серьезно дегенім ол мысалы CoComelon деген сияқты каналдар. Бұлар хоть и детский контент болса да, олардың негізі жұмысы қиын, себебі бұлар анимация жасайды, түрлі музыкалар ойлап табады. В общем, жұмысы оңай емес. Яғни қорытындылай келсек, детский контент дегеніміз ол временный зат. Келесі қиындығымыз ол нечайно дұрыс емес нишаны таңдап қою. Мысалы, мен искусственный интеллект туралы нишаны таңдадым. Базар жоқ, бұл тема өте қатты популярны. Даже қазір де түсіре беруге болады. Бірақ та мен қазір YouTube'қа егер де искусственный интеллект деп және де поискқа самый лучший просмотр жинаған видеоларды көрсем, ең максимально жинаған просмотр ол 1,900,000-800,000 ғана просмотр. Бұл бір үлкен ниша үшін өте аз. Себебі даже мысалы обычный кулинарный нишаны алатын болсақ, олардың ең қатты популярный видеолары 25-50 миллиондай просмотр жинайды. Бұл дегеніміз осы ниша ұзаққа шыдайды деген сөз, және де вечно зеленый деген сөз. Яғни ұзақ канал аша берсең де, сенің каналың стабильно просмотр жинап тұрады деген сөз. Но бұның да минусы бар әрине. Бұл минусы ол конкуренцияның көптігі. Сенің нишаңда қаншалықты просмотр көп болса, соншалықты конкуренция да көп болады. Яғни саған конкуренттерді обойти ету үшін саған нормальный контент түсіру керек. Качествосы жақсы болу керек, видеоң ұзақ болу керек, және де возможно даже искусственный интеллекттің озвучкасымен емес, өзіңнің озвучкаңмен түсіру керексің. Себебі байқағандай, көбінесе ағылшындар искусственный интеллекттің озвучкасын онша ұнатпайды. Комментарияда маған искусственный интеллекттің дауысы байқалып тұрады деп жазатын. Және де бұл жай ғана ағылшынша YouTube'тың үшінші ғана проблемасы. Ал төртінші проблемасы, ағылшынша YouTube'та лояльный аудитория мүлдем жоқ. Егер де сен түріңді түсіріп, өзің туралы түсірмесең ғана. Себебі ағылшынша YouTube деген бұл үлкен конкуренцияға толы поля. Бұл жерде сен видео түсірмей қалды екен деп сені ешкім сағынып жүрмейді қазақша YouTube'тағыдай. Себебі зритель егер де тура сенкіндей нишада, бірақ та подачасы және де харизмасы ұрып тұрған ютуберді көретін болса, онда сені ұмытып, просто соның видеоларын көріп жалғастыра береді, пока новый конкурент пайда болмайынша. Бұның барлығы примерно осылай жұмыс істейді. Және бұл қиындықтардың барлығынан кейін уже видео түсіруге желаниең болмайды, депрессияда жүресің. В общем, каналды дамыту ағылшынша YouTube'да өте қиын, хоть и ақшасы көп болса да. Сонда да хоть и доходы нормальный көп болса да, және де мен $460 ғана бір жылда тапқан болсам да, мен любой жерден плюс іздеуді ұнатамын.
Мысалы английский ютубтың плюсы, егерде сен каналың атып кететін болса, онда сен алдағы өміріңді уайымдамасаң болады, себебі сенде нормальный доход бар, сен өзіңе ұнайтын затпен айналысасың, және де каждый видео түсірген сайын сен көптеген навыктарың дами бастайды. Мысалы монтаждау болсын, хоть и сен озвучка жасайсың, сен өзіңнің ойыңды жақсы жеткізе алатын боласың, хоть сценарий жазуда сенің жазу жағынан қабілетіңді жақсартады. Содан кейін менің өзім персонально алған құнды тәжірибем ол ағылшынша тілді үйрену. Иә, бір жылдың ішінде мен кәдімгідей ағылшынша видеоларды көріп, өзім видео түсірген кезде искусственный интеллект болсын, хоть монтаж жасап жатқан кезде оның дауысын есту арқылы менің ағылшыншам кәдімгідей деңгейге көтерілді. Мысалы, бір жыл бұрын менің English level'ым A0 болса, уже менің English level'ым B2, maybe B1 болады. Thanks to English YouTube, my English has improved деп айта аламын. Себебі бір жылдың ішінде ағылшынша видеоларды озвучка жасаған сайын, және де конкуренттарды анализ жасаған кезде олардың видеоларын көрген сайын менің английскийім кәдімгідей өсіп кетті. Осыдан бұрынғы қазақ тіліне неге деген видеода да мен айтқан болатынмын, что мен қазір ағылшынша жақсы үйреніп жүрмін деп. Ағылшынша ютубтың арқасында да кәдімгідей грамматика жағынан да видеоларды көруге тырысасың. Мысалы, ютубтағы ең қазір популярный ағылшынша үйрететін канал ол английский язык по плейлистам деген канал бар. Сол каналды көп көруге тырысасың, себебі ағылшынша хоть сен озвучка жасап жүрсең де, может акцентің жақсаратын шығар, бірақ та грамматиканы өзгерту үшін басқа оқу талап етіледі. Ол үшін, как обычно, правилаларды білу керек, және де ағылшын тілінің 12 уақытын білу керек. Сол айтқым келгені осы, мен английский каналдан бір жылдың ішінде $460 тапқан болсам да, менің ағылшын деңгейім кәдімгідей өсіп кетті. Бір жылдың ішінде B2 деген ол өте жақсы. Even native speakers mostly have B2 level. Яғни қазақшасы тіпті тілді меңгеріп жүрген адамдардың өзінде B2 деген уровень. Бұл менің ойымша бір жылдың ішінде өте жақсы результат. Енді есептек, егерде Ачик каналының просмотры осы 2 жыл немесе 3 жыл өтіп кеткен уақыттың өзінде бүкіл просмотр ағылшын тілінен ғана келетін болса, мен қанша табады екенмін? Мысалы, барлық уақыттың ішінде мен 915 мың просмотр жинаппын, яғни почти 1 миллион просмотр 3 жылдың ішінде. Бұл әрине өте аз результат, бірақ сонда да есептеп көрейік. Ағылшынша ютубта ең көп RPM берген каналдарымның бірінде менде $2,150 болған. RPM деген revenue per mile, яғни 1000 просмотрға берілетін доход деген сөз. Егерде Ачиктің RPM-і $2,5 болса, онда мен осы уақытқа дейін $2287 табатын едім. Бұл теңгемен шаққанда примерно 1 миллион теңге болады. Әрине бұл да өте аз 2 жылдың ішінде Ачик үшін, бірақ сонда да мен сендерге результатты көрсеткім келді. Просто $400 мен $2200 разницасы бар. Яғни Ачик канал ағылшынша болса, мен 5 есе көп ақша табатын едім. Еще ағылшынша канал болатын болса, 2 жылдың ішінде тоқтамай осылай видео сала беретін болсам, онда где-то 100 мың миллион подписчикке жету оңай болатын еді. Себебі ютубта самый главный постоянность болу керек. Сол кезде ғана нормальный доходқа жетуге болады. Ал өздерің көргендей, менде қазақша каналда постоянность бар, бірақ та ағылшынша каналдарында постоянность жоқ. Сондықтан доход екі жақта да өте аз. Ну ладно, әңгімені біз көп созып кеттік. Осымен негізі видеоның темасы аяқталды. Енді сендер бір жыл бойы неге мен 2-ақ видео түсіргенімді түсіндіңдер деп ойлаймын. Келесі видео білмеймін қашан шығатынын, бірақ та тезірек шығаруға тырысамын осы каналға, себебі мен қазір 2 каналды жүргізуге тырысып жатырмын. Английский каналымды да, қазақша каналымды да. Ал егерде видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Егерде видеода ошибкалар болса, комментарийға жазбауларыңды сұраймын, себебі мен білем ошибка бар екенін, сценарийсіз видеодан ошибка күтпеу мүмкін емес. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.